Келесі жылы Қостанайда ірі панельді қабырғалар құрастыратын комбинат іске қосылады. Жоба жүзеге асса, жылына 70 мың шаршы метр үй тұрғызуға мүмкіндік туады. Бүгін үкімет басшысының бірінші орынбасары өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев бастаған делегация Қостанай облысының бірқатар өндіріс орындарын аралап, егіс алқаптарындағы жұмыстармен танысты. Аймақта темір арматуралар шығаратын зауыттың да құрылысы аяқталуға таяу. Тобыл өңірінде жылдан жылға ауыл шаруашылық техникаларынан тыс автоөндірісте дамып келеді. Қазір мұнда автокөліктің 6 түрі шығарылады. Жаңа жобалармен таныса жүріп, Бақытжан Сағынтаев өңірдің индустриалдық қуаты зор екендігін атап өтті. Ауқымды жобалар Соколов-Сарыбай комбинаты аясында жүзеге асып отыр. Мысалы, Сарыбай кеніш орнында орнатылған жерасты темір жол тасымалы жылдық шығынды $1 миллион дейін азайтуға мүмкіндік берді. Комбинат шикізат түрінде ғана емес, таза өнім шығаруға да ден қойып отыр. 2010 жылы басталған жоғарғы сапалы концентратты байыту кешені келер жылы тапсырылуы тиіс. Бұл өндіріс орны толық қуатына көшкенде жылына 7 миллион тонна таза темір шығарылатын болады, дейді мамандар. Қостанай өңірінде ірі кәсіпорындардың бұрынғы советтің кезіндегі қалып қалған кәсіпорындарды ғана сақтап қалып, оны жұмыс жүргізу ғана емес, жаңадан көптеген кәсіпорындардың ашып отқанын көріп отырмыз. Осылай өндірістің көптеген орны ашыла беретін болса, алдағы қойылған межелердің бәрінде осы қарқынмен жетуге мүмкіндігіміз бар.